Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте тойымды әрі дәмді сочный болып шығатын керемет кешкі астың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 1 жұмыртқа және де кішкене ғана суымызды, 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап осы үшеуін араластыратын боламыз. Толықтай араласқаннан кейін үстіне ұн салып, жақсылап қаттылау қылып қамыр илейтін боламыз. Дәл осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қалдырамын. Сол жерден қарай аласыздар. Ең алдымен осылай бір-бірінен біріктіріп аламыз. Содан кейін қолыңыздың бар күшін салып қысып, осындай ыдыстың барлығын алып, әдемілеп қалың қамыр илейтін боламыз. Яғни қатты қамыр илейтін боламыз. Пакетімізге салып 20 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте қазанымызға майымызды құйып, етіңізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Алғашында осылай араластырып тұрыңыздар. Сол кезде етіңіз өз формасын сақтап, әдемі пісетін болады. Егерде отбасыңызда адам көп болатын болса, құрамын көбейтсеңіздер, болғаны өте дәмді болып шығады. Етіміздің үстіне осылай кішкене ғана етіміз батып тұратындай қылып, су құйып, жай отта бұқтыратын боламыз. Шамамен 15-20 минут өткеннен кейін осындай пиязымыз бен сарымсағымызды майдалап тура осылай салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, пиязымыз шамалы жібігенше 5-10 минутқа қалдырамыз. Шамамен 5 минут өткеннен кейін үстіне осылай сәбізіміз бен картопымызды әдемілеп тура, осындай ирек пышақпен турасаңыздар өте әдемі болып шығады. Әдемілеп турап, осы қазанымыздың ішіне саламыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салатын боламыз. Өзіңізге ұнаған приправаларды салсаңыздар да болады. Мен тұз бен қара бұрыш қана қостым және 2 ас қасық томатымызды ұмытпаймыз. Жақсылап салып, толықтай томатты барлық жеріне жеткізіп араластырамыз. Томатымызды салып болғаннан кейін 2-3 минут қана кішкене ғана қуырамыз және де үстіне осылай суымызды құйып, жақсылап қайнататын боламыз. Суымыз қайнаймыз дегенше біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін пияз бен укропты майдалап турап, үстіне кішкене ғана дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қара бұрыш салуды да ұмытпаңыздар. Салмасы дәл осындай жасау міндетті емес, бірақ ең оңайы, ең дәмсіз шығатын осы рецепт. Өзіңіз қалағандай етіп салмасын өзгертсеңіздер де болады. Салмасын осылай әдемілеп дайындап қоямыз, тұзы сіңіп, әдемі болып тұру үшін. Қамырымыз осы кезде дайын болды. Қолыңызбен, яғни саусағыңызды басқанда із қалатындай өте жұмсақ, иілгіш қамыр болып шығуы қажет. Ендігі кезекте қамырымызға ұнымызды жақсылап молынан сеуіп, осылай оқтаумен жайып шығатын боламыз. Ең алдымен дөңгелек болып форма шығу үшін қолыңызбен видеодағыдай жасап алсаңыз болғаны. Құрметті менің көрерменім, егер видео сізге пайдалы болса, менің каналым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, яғни подписация бөлімін басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта өте күшті рецептермен бөлісемін. Мінекей қамырымызды жайып алды. Осындай жұмсақ, сондай әдемі бір тегіс қамыр болу қажет. Ендігі кезекте осы қамырымызды жақсылап тұрып, үстіне сұйық майды жағатын боламыз. Барлық жеріне жеткізіп, осылай қолыңызбен жаққан ыңғайлы. Сұйық майды қатты көп жағудың қажеті жоқ, барлық жеріне әдемілеп жетсе болды. Одан кейін үстіне салмамызды осылай қолымызбен себелеп, барлық жеріне әдемілеп салып шығатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, артық ешқандай салма да, ешқандай қамыр да артық қалмайды. Дәл осы рецептпен жасап беруге кеңес беремін. Барлығын әдемілеп салып болғаннан кейін видеодағыдай шетінен бастап әдемілеп қолымызбен орап шығатын боламыз. Яғни арасына кішкене ғана орын қалдырып, осылай қолымызбен әдемілеп орап шығатын боламыз. Орап болғаннан кейін видеодағыдай осындай кесіп шығатын боламыз. Мінекей арасы осындай болып шығады. Шамамен 30 шақты данасы шығуы қажет. Дәл осылай кесіп, морозилинге қатырып қойсаңыздар да болады. Асыққан кезде алып, сала қоясыздар. Бірақ та қазастерге мен балғын түрінде жасап көрсетемін. Кесіп болғаннан кейін қайнап тұрған судың бетіне осылай арасын бір-бірін жақындатпай толықтай салып шығатын боламыз. Өйткені піскен кезде бұлар үлкейеді.
Қақпағын жауып 30-35 минутқа қалдырамыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Сіздерге ұнаса менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте тәтті және өте тойымды тағам. Сіздермен бірге болған Гүлсая. Ас болсын.